Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің бастайтын жаңа тақырыбымыз Рим империясының гүлденуі. Оқу мақсаты ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін империя ұғымын білу және пайдалану. Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін анықтау. Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін талдау. Құрметті оқушылар, қазір біз империя сөзіне қысқаша түсіндірме жүргізіп кетелік. Империя, латынша империум, билік, үстемдік деген мағынаны білдіреді екен. Империя жер жүзінің әртүрлі бөліктерінде кең байтақ аумақтарды басып алған ірі отаршыл мемлекет. Мұндай империя отар елдерге қарағанда метрополияның, орталықтың, билеуші ұлттың ерекше артық жағдайларда болуымен сипатталады. Құрметті оқушылар, сіздерге қазір көрсетілетін аудиовизуалды ақпараттарға назар аударып, мұқият тыңдауларыңыз сұралады. Біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырда негізі қаланған Рим қаласы Апеннин түбегінің жүрегінде орналасқан. Ұзақ жылдарға созылған шапқыншылық соғыстардың арқасында алдымен түбек, сонан соң жерорта теңізінің ойпатын түгелдей жаулап алды. Алып империяның ең үлкен аумаққа таралып кеңеюі 2 ғасырдың басында болды. Империяның тиімді басқарылуын әкімшілік аймақтық бірліктермен қатар жаулап алынған аумақтарда ұйымдасқан провинциялар жүзеге асырып отырды. Империяны табиғи кедергілер мен жасанды бекіністерден тұратын шекара күзету жүйесі лемес қорғады. Кең жайылуымен қатар біртіндеп бүкіл империяны қамтитын аты аңызға айналған жол торабы да қалыптасты. Оның жолдары құрғақта да, теңізде де сауданы жандандырып, империяның бойына қан жүгіртті. Құрметті оқушылар, сіздерге көрсетілген аудиовизуалды ақпараттарға сүйене отырып, WhatsApp желісінде құрылған ортақ чаттарыңызға жіберілген Рим империясының біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдағы территориясын көрсетіңіз тапсырмасын орындаңыздар. Ол үшін оқушылар, көрсетілген аудиовизуалды ақпараттардағы өзіңіздің визуалды ақпаратыңызды қолданыңыз. Құрметті оқушылар, сіздердің алдарыңызда Рим империясының шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 1-2 ғасырлардағы жалдамалы жауынгері. Ежелгі Рим империясының жалдамалы әскерлері әскери техниканы жетік меңгерген және тактик болған. Сонымен қатар қару-жарақтармен жақсы жарақталған. Ендеше оқушылар, алдарыңыздағы Рим империясының жауынгерінің құрал-саймандарымен және қару-жарақтарымен танысып көрелік. Қысқа қылыш, теріден жасалынған арнайы қалта, су құюға арналған теріден жасалған торсық, жауынгердің аяқ киімі, сандал, сонымен қатар қанжал, өрмелі себет, шөген, кетпен, қысқа сапты найза, қада, қайла, марийдің есегі.